Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы айтыс өнері. Сабақтың мақсаты күнделік оқисың, мәтін бойынша сұрақ қойып үйренесің. Будете читать дневник Султана, а также научитесь задавать вопросы по тексту. Алдымен бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздерімен таныс болайық. Шілдехана. Это праздник в честь рождения ребенка. Айтыс. Импровизированное состязание двух поэтов. Своего рода песенный диалог. Исполняется под сопровождением домбры. Шахар – средневековый город. Келесі тапсырма. Сөйлемдерді оқы, бос орынға сөздерді қой. Прочитайте предложение, вставьте вместо пропусков нужные слова слева. Тапсырманы орындап болсаңдар, өздеріңді тексеріңдер. Если выполнили задание, проверьте себя. Оқушылар, мына экрандағы суретке назар аударайық. Содан кейін келесі сұрақтарға жауап беріңдер. Посмотрите на картинку и ответьте на следующие вопросы. Суреттен кімдерді көріп тұрсың? Кого вы видите на картинке? Балалар қайда келді деп ойлайсың? Как ты думаешь, куда пришли дети? Жауап беріңіздер. Тамаша балалар. Олай болса, өздеріңді тексеріңдер. Проверьте себя. Суреттен кімдерді көріп тұрсың? Суретте айтысып отырған қыз бен жігітті көріп тұрмын. Балалар қайда келді деп ойлайсың? Менің ойымша, балалар үлкен тойға келді. Тамаша балалар. Келесі мәтінді түсініп оқы. А теперь прочитаем дневник Султана. Бүгін мен Ақшабайдың ауылына тойға бардым. Той өте керемет өтті. Шілдеханаға танымал айтыс ақындары келген. Ақындар біріне-бірі өлеңмен жылдам жауап берді. Олардың өнеріне таң қаласың. Ақындар Сығанақ шаһары туралы көп біледі. Олар елдегі жаңалықтарды әнге қосып айтты. Халық өте көп болды. Жеңімпаз ақынға Ақшабай алтын құмыра мен шапан берді. Меніңше, айтыс нағыз өнер. Ол ата бабамыздан келе жатқан мұра. 1801 жыл, 20 шілдеу, Сығанақ қаласы. Балалар, білесіңдер ме? Шілде айының ескіше аттары шілдеу, әсет деп аталған. Заметьте, как написан месяц июль. Июль на казахском – шілде. Но Султан написал по старому стилю, то есть древнее название месяца июля – шілдеу или әсет. Запомните. Мәтінді оқыдық, енді келесі тапсырмаға көшейік. Сөйлемдердің дұрыс немесе бұрыс екенін үлгі бойынша айт. По данному образцу скажите, являются ли предложения истинными или ложными. Сонымен өздеріңді тексеріңдер. Бірінші сөйлем дұрыс, өйткені Сұлтан шілдеханаға барды. Екінші сөйлем бұрыс, өйткені Сұлтан айтысқа қатысқан жоқ. Үшінші сөйлем дұрыс, өйткені Сұлтан ақындардың өнеріне таң қалды. Төртінші сөйлем дұрыс, өйткені Сұлтан айтыстан ел жаңалықтарын білді. Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырмада көршіңмен сөйлес, берілген диалогты толықтыр. В следующем задании поговорите со своим соседом, дополните данный диалог. Жарайсыңдар оқушылар. Өздеріңді тексеріңдер. Молодцы. Проверьте себя.
Келесі тапсырмада мәндес сөздерді тауып жаз. Подберите синонимы к данным словам. Тапсырманы орындап болсаңдар, өздеріңді тексеріңдер. Ата-баба, арғы ата, то есть это предки. Танымал, атақты, знаменитый, известный. Шахар, қала, город. Жылдам, тез означает быстро, быстрый. Тамаша балалар. Күнделікті жүргізу туралы оқиық. Прочитайте о ведении личного дневника. Менің ойымша, күнделікте бір күнгі оқиға жазылады. Я думаю, что в личном дневнике можно записать историю одного дня. Меніңше күнделікті күнде жазбауға болады. Онда тек маңызды оқиғаларды жазуға болады. Я не думаю, что ты сможешь писать каждый день. Туда можно записывать только важные события. Менің түсінгенім, күнделікте уақыт көрсетіледі. Я так понимаю, в дневнике надо указывать время. Менің ойымша, күнделікке өз құпияңды жазуға болады. По моему мнению, можно записывать свои тайны, секреты. Сенің ойыңша, күнделікті жазудың ережесі бар ма? Осы жерде балалар, өз пікірлеріңді айтыңдар. Как вы думаете, существует ли правило ведения личного дневника? Ответьте на этот вопрос, выразите свое мнение. Тамаша балалар, олай болса, өздеріңді, өз пікірлеріңді тексеріңдер. Сенің ойыңша күнделікті жазудың ережесі бар ма? Менің ойымша, күнделікті жазу ережесі жоқ. Күнделікті тек өзің ғана пайдаланасың. Өйткені оның ішінде өзіңе қатысты оқиғалар және құпиялар жазылады. Ол күнделікті сен ғана оқисың. Я не думаю, что существует правило ведения дневника. Только ты пользуешься им каждый день. Ведь в нем написаны истории и сокровенные тайны, связанные с тобой. Только ты читаешь это каждый день. Келесі тапсырмада сұлтанның орнына өзіңді қой. Айтыс қалай өткен, айтып бер. Расскажи о том, как прошло песенное состязание айтыс. Тамаша оқушылар. Енді өздеріңді тексеріңдер. Проверьте себя. Оқушылар барлық тапсырманы орындап болдық. Үйге тапсырма. Берілген сөздермен сөйлем құрастыр. С данными словами составьте предложение. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Назарларыңызға рахмет.